Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте керемет, дәмді және мега шоколадты болып шығатын брауни тортының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны толықтай қарап, менімен бірге болыңыздар. Брауни тортын жасау үшін бізге сары май мен шоколад қажет болады. Бірінші соны ерітіп алуымыз керек. Ерітіп, осылай бөлме температурасына дейін суытып қою өте маңызды. Шоколадын суып жатқанда біз жұмыртқалы массамызды дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызды жарып, осылай оның үстіне қантымызды салып, жақсылап аппақ көбігі шыққанша, массасы 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Міне аппақ көбігі шықты. Аппақ көбігі шыққан соң біз миксерлеуді тоқтатамыз да, оның үстіне суыған шоколадымызды құйып аламыз. Және де оны жақсылап миксерлейтін боламыз. Екеуін жақсылап араластырып, ұзақ миксерлеу маңызды емес, кішкене араласқанша. Миксерлеп болған соң, мына ыдысымыздың шетінде осылай араласпай қалған бөліктерді силиконды күрекшенің көмегімен осылай алып, араластырып, біріктіріп жіберу керек. Міне араластырып аламыз осылай жақсылап. Міне араластырып болдық. Енді құрақ өнімдерімізді саламыз. Ұнымыз бен какаоны екеуін біріктіріп, оны екіге бөліп салатын боламыз. Егер бірден салып жүрсеңіздер, мұнда миксерлеу кішкене қиындау болады. Сол үшін мен осылай екіге бөліп салып аламын. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне миксерлеп болдық. Мына жанында араласпай қалған бөліктерді осылай силиконды күрекшенің көмегімен алып, жақсылап араластырып жібереміз. Бұл жерде миксерлеу аса маңызды емес. Міне енді қалған ұнымызды салып, кішкене мен силиконды күрекшемен осылай араластырып жібердім, миксерлеуге оңай болсын деп. Міне енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды формамызға салатын боламыз. Мен пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. Міне осылай. Форманы ештеңемен майламай, сары май, жаңа сұйық май сияқты майламен майлаған жоқпын. Себебі біздің қамырымыздың өзінде жеткілікті түрде майымыз бар. Сондықтан ол жабысып қалады деп ойламасаңыздар болады. Брауниді осылай формаға салып болған соң, пешімізде шамамен 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Пісіп шыққан брауниді мен формада шамамен 5-10 минуттай суытып алдым. Және де осылай формадан босатып, решеткада толықтай суығанша қоятын боламыз. Міне суыған брауниді осылай ыдысқа салып, мен шаршы бөліктерге бөлдім. Міне қарасаңыздар, браунидың ортасы осылай керемет, ылғалды болып шығады. Ол осылай шығу керек. Ол брауниға тән қасиет. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде де дәл осылай болып шығатын еш күмәнім жоқ. Видеоны толықтай көріп болсаңыздар, каналды қолдап, лайк басып, комментария жазып, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.